Құтты болсын қуанышым, бүгін туған күнің. Құтты болсын қуанышым, бүгін туған күнің. Ойнақтаған қолындайсың, көздерімнің нұрындайсың. Құттықтаймын күнін бүгін, сенің туған күнің. Ай, рахмет. Шапалақтарыңыз қаттырақ болсын, той құтты болсын деп шапалақпен шашу шашып қояйықшы ағайын. Рахмет. Ал құлақсап тыңдасаңыз, жас баланы балалық даналықтан басталады, кісілігі билікте биік жүрген, адал жұртым армысың асқаралы, алдарыңыздан үркендей ұлдарыңыздар, бүгінгі кеште тізгін ұстап той бастағалы. Тәттілігі жаңғақтың дәнегінен байқарсың, ақыласын адамның сәлемінен байқарсың дейді. Сәлем берген саулық алады демекші, ассалаумағалейкум деп бір амандасайық. Қош келдіңіздер. Той құтты болсын ағайын. Ал енді бүгін міне жиналып отқан себебіміз баршаларыңызға мәлім, кеше ғана дүние есігін ашқан осы Ахмедияр ұлымыз бүгін міне бір жасқа келіп жатыр. Міне елдің батасын алсын деп, елдің ақ тілегін алсын деп, көпшіліктің алдында алғаш қадам басып жатыр ғой. Енді тұсаукесер рәсімін өткізгелі тұрмыз. Ендеше бүгінгі міне тұсаукесер тойы құтты болсын, бір жас тойы құтты болсын. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін осы баламызға. Ендеше рұқсат болса, осы Ахмедиярды отбасыменен бірге ордамызға бір атасы мен әжесінің әнімен шақырайықшы. Сен қосылып немерем, кеңейді ғой керегем. Әттен қолдан келмейді, айды алып беререм. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін ал десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Ұрлап жатыр күн түнді, көп күттім мені бұл күнді. Еш нәрсеге қимаймын сенің таза күлкіңді. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін ал десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Баладай қуантың. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Алла тағала тек қана жақсылықты жолдас еткен болсын. Үлкендеріміз айтушы еді, бала дүниеге келгенде 40 күнге дейін оның тағдыры жазылады деп. Алла тағала тағдырына жақсылықты жолдас еткен болсын. Ахмедияр, бауырымызға бір қол соғып қошемет ұрып. Арнады денеме отты ыстық, күнді ыстық дегенмен одан ыстық көрінеді немере. Енді осындай ыстық, балдай тәтті немереңіздің тұсаукесері құтты болсын. Құда бірге ойын ағаш. Ал нағашыны ортамызға шақырайық. Ал бисмилля деп тұсаукесер рәсімін бастайық, құрметті қонақтар. Мен өзімді бір таныстырып өтейін. Көп жігіттер біледі, білмейтіндерге. Мен мынау Нұризат қызымның өкіл әкесі боламын. Төлебай жан жолдасым бүгін енді бізге нағашыларына тұсаукесерден кейін Төлебай жолдасым тұсауын өзің кездесін деп осы тұсаукесер рәсімін дайындап жатқанда айтқан болатын.
енді ең бірінші бата берейік, сосын барып тұсауын кесеміз ғой. Ал енді қол жайыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қадамың оң болсын, жолың ақ болсын, қадамың нық болсын, басыңа бақ қонсын. Елдің сүйіктісі, жұртыңның қалаулысы бол. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Ахмедиярдың артынан ілме қарындастар ере берсін деп бір қол соғып қошемет отырсаңыздар. Ал ендеше жайылған ақтастырғанымызды үлкендеріміздің ақ тілегімен ашық. Тәнін тойдырса, жылы сөз, жақсы сөз адамның жанын тойдырады дейді. Ендеше әрқашанда жылы сөзін айтып, ақ батасын беріп жүрген үлкендеріміз осы жерде отырған жайы бар. Сол кісілерімізді ортамызға шақырып, ақ тілектерімен бүгінгі дастарханымызды ашып берсін деп отырмыз. Осы жерде Бітәш апамызды, Пәтіш апамызды, Гүлсара апамызды, Гүлсім, Бибісара, Шырынгүл атты апаларымызды рұқсат болса мен ортамызға шақырайын, келіңіздер. Рахмет, ашып беріңіздер. Тентек желін ұрып, балдарың бір жасы тұсаукесері құтты болсын, балдарың өмір жасы ұзақ болсын, сендерге мейірбанды болсын, әрқашанда той кең тастаған үстінде кездесе берейін. Ғабит үмітіна немерелердің туған күні құтты болсын, тұсаукесері құтты болсын, немерелер шөберелер түсінгетін ризат. Сендерде мына балдарың қасыңды аман болып, дендеріңіз сау болсын деп, тойларда жүре берейік, аман болыңдар. Міне мына бүгін ініміз Ғабитке келген той. Неге десеңіз, мына немересінің бір жасы әрі тұсаукесер тойы. Немерелерінің дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, аңсаған армандарына жетсін. Алладан не тілесең, Алла қабыл етсін. Жиған тергендер осындай тойларына берілсін. Не дейміз? Тойларың тойға аласа берсін. Құрметті қонақтар, міне бүгін жиналып отырған себебіміз қайнымыз бен келініміздің немересінің бір жас тұсаукесері, яғни Ахмедиярдың бір жасы құтты болсын, тұсаукесері де құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ үлкен азаматтың өсе берсін, биіктерден көріне берсін, дені сау болып, атасы мен әжесінің, амасы мен папасының көз қуанышы ортасында жүре берсін. Біздер осылардың әжесі атасы болып, қызмет қылып жүре берейік та, осылардың есінде жүре берейік. Құттықтарында. Сүндет бауырым, ұлымның бір жасы құтты болсын, ұлымның жолы ашық болсын, болашағы жарқын болсын, әрқашан сендерді қуантып жүре берсін, үйлеріңде той көп болсын, тойға біз келе берейік. Құтты болсын барлықтарыңызға. Айтқан тілектеріңізді, ішкен алған ниеттеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Әрбір тілек ол батамен тең дейді ғой. Баталы сөздеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Жақсы сөзді көп айтсам, қат болар ақиқат.
ағайынды мақтасаң жақ болары ақиқат, үлкендерден бат алсаң бақ қонары ақиқат дейді ғой. Сіздердің жақсы ниеттеріңізді Алла қабыл етіп, Алла тағала Ахмедиярдың өмірін бақытты етсін деп айтқым келіп жатыр. Енді ақтілекпен тойымызды ашып алсақ, әрмен қарай тойымызды жақсы бір әрмен жалғастырсақ деген ниетіміз бар, ардақты ағайын. Сіздер алдарыңызға асқа қараңыздар, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз дәмде болсын. Тойымыздың бастау ретінде осы жерде адай ұлдарыңызды жақсы бір әуенде әсерлі әнмен ортамызға шақырсақ, әнге құлақ салып отырсаңыздар. Болsun kaynar Мен келгенде ақшайнақ Шай орамамыз байлап Жүрсің бәлде той тойлап Мен келгенде ақшайнақ Шай орамал боз байлап Жүрсің бәлде той тойлап Еркеліктер өзіңнің баласындай Сыйласы әзірі жарасындай Мен келгенде ақшайнақ Шай орамал боз байлап Жүрсің бәлде той тойлап Мен келгенде ақшайнақ Шай орамал боз байлап Жүрсің бәлде той тойлап Ер бауырымыздың ғұмыры ұзақ болсын. Мен осы жерде сұрағым келіп жатыр, тыныштық сақтасақ. Мен осы жерде сұрағым келіп жатыр. Бүгін міне жақсы мен жайсаң жиналған той ғой. Бүгінгі кешіміздің жасы ең үлкен қонағы кім екен бүгінгі кешімізде? Жасы ең үлкен қонақ. Осы апаларымыз болса керек. Араларыңызда ең үлкені кім? Сіз апа? Бір апаңызға қол соғып қошемет ұрайық. Апа. Жасыңыз нешеде апа? 70-те дейді, бір қол соғып қошемет. 70-те. 70-тен асқан ешкім жоқ шығар енді. Осы апамыздың жасына баршамыз жетейік ардақты ағайын. Осы апамыздың ғұмырын баршамызға берсін. Осы апамыздың ғұмырын Ахмедияр бауырымызға берсін. Көрген жақсылығыңызды осы балаларыңызға берсін. Көрген қиыншылығыңызды басына салмасын. Енді апа, осы жерде хадистің өзінде бар екен, ұзақ өмір сүргің келсе ағайынмен аралас деген. Енді 70 жасқа келіп жатсыз ғой, 70 жасқа жеткенде бар, жетпегенде бар. Осы адам ұзақ өмір сүру үшін қандай қағиданы ұстануы керек? Осы жастарға өзіңіздің артынан ерген кісілерге бір ауыз сөзіңіз айтып өтсеңіз, ұзақ өмір сүру үшін адам қандай болу керек? Ұзақ өмір сүру үшін балдар кең болыңдар, кішіпейіл болыңдар, мейірманды болыңдар. Апаңызға тойда толықтай сыйлық, бүгінгі кешіміздің жасы ең үлкен қонағы. Кең болыңдар деп жатыр. Кең болсаң кем болмайсың деген керемет сөз бар. Мынау Қалқаман Сарин ағамыздың бір керемет сөзі бар. Батыр болу шарт емес, текті рухты, байда болу шарт емес, епті мықты. Адамға жақсылық жасау үшін мейірімнің болғаны жеткілікті дейді ғой. Алла тағала мейірімнен кемде қылмасын. Енді бүгінгі тойға ешкім жаман ниетпен келген жоқ қой. Осы жерде Ахмедияр бауырымызға жақсы ниетпен, жақсы тілекпен келіп жатырмыз. Енді мен осы жерде сұрағым келіп жатыр. Алтын алқа иегерлері, күміс алқа иегерлері бар ма екен осы жерде? Көп балалы аналарымыз. Жаңа ең үлкен қонағымыз жасы 70-те деп жатырмыз ғой.
Енді ерекше болсын деп тағы да бір осы жерде көп балалы аналарымызға бір сыйлық берсем деп отырмын. Осы жерде жасы алтын алқа иегері, күміс алқа иегерлер бар ма осы жерде отырғандарда? Апаларымыздан. Ау. 4 бала, 4-ден көп бар ма тағы? Жастарға қарамай-ақ қойын, олар бұйырса деп отыр. Ең көбі 4-еу ма? Қаланың қатындары кейде түсінбеймін бар ғой, қанша сізде? условиялары бар бұлар мысалға. Бірақ неге тумайды деп ойлаймын да. Ал енді 4 баладан екен, 3 апамызда 4 баладан екен. Енді осылай баласы көп ата-аналарымызға үлкен рахмет. Әрине адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой, осылай мың жасаңыздар, ұрпақтарыңыз көп болсын. Мен осы жерде осы апамызға бергім келіп жатыр. 4 балалы дүниеге алып келген. Көп балалы болудың қандай артықшылығы бар? Апа, бір ауыз өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді көп балалы болған аналарында келіндер инабатты, жақсы, үлкенді сыйласа, олар да біздердің жолымызға түседі. Осындай біздер де келін алып, немерелі болып, немере тойларын көрейік деп жатырмыз. Біздердің жолымызды берсін. Көп балалы болсаң, міне сыйлы боласың деп жатыр ғой апамызды. Осылай сыйлы болып жүре беріңіз. Осы апамыздың жолын қуған келіндеріміз көп бола берсін. Әрине медицинаның өзінде дәлелденген екен. Мен өзі көп тойларда боламын, тойларда байқағайым. Кейбір бір дастарханның басында 70-тен 80-нен асқан 10 кісі отырса, соның бір 7-8 апаларымыз, 2-3 оған аталарымыз болады. Сол апаларымыздан сұрай, неше балаңыз бар десем, алды 10-15 айтады, арты 4-5 айтады. Егер де ана дүниеге перзент алып келетін болса, оның клеткасы жаңарады, денсаулығы жақсарады, өмір жасы ұзарады дейді. Көп балалы болу ұзақ өмір сүрудің бір сыры екен, құрметті келіндер. Соны еске сақтайық. Рахмет. Енді тойымызды әрмен қарай жалғастырайық, құрметті қонақтар, құрметті меймандар. Жақсы тілектерімізді, ниеттерімізді айта отырайық. Бүгінгі тойға ешкім жаман ниетпен келген жоқ. Бір-бірін көре алмайтын емес, бір-бірін көрмесе тұра алмайтын жандардың қатарында болайық. Үлкендеріміздің денсаулығы мықты болсын. Қазақ айтады ғой, бірінші байлық денсаулық дейді. Дегенмен иман байлығын одан жоғары қоюды ұмытпайық. Дені сау бола тұра өзін бақытсыз сезініп жүрген жандарды көріп жүрміз. Мүгедек бола тұра өзін бақытты сезініп жүрген жандарды көріп жүрміз. Бай бола тұра өзін бақытсыз, кедей бола тұра өзін бақытты сезініп жүрген жандарды көріп жүрміз. Адам бақытты айналадағы адамдардың қарым-қатынасынан іздейді екен. Ең бірінші қарым-қатынастарын түзу болсын. Көптен бері көріспеген туған туыс, дос жарандар бүгін міне ақ дастарханның басында қауышып, жүздесіп, жүздерінде күлкі ұялап, қуаныш ұялап. Ал енді рұқсат болса, осы үлкен астың үстінде екінші тілегімізді, осынша нағашылардың жақсы бір ақ тілегін тыңдайық. Осында Төлеубай, Алмагүл, Біргебай. Жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Жүрегімде жатыр іздері, табарымды қайдан білмедім. Сағындың ба сен? Бастайды. Ал ғайбет үміт, немерелердің тұсаукесері құтты болсын, өмір жасы ұзақ болып, балалы шағы тәтті болсын. Енді мынау сүндет пен ризат сендерге де барлық кішкенелердің енді тәйтерастың қадамы құтты болсын, сендерге қуаныш әкеле берсін, сендердің үйге ерке, атасы мен әжесінің еркесі болсын, артынан енді моншақты ұлдар, моншақты қыздар туа берсін. Тек қана осы жақсылық тілек тастатқандары тек қана қызыққа жайыла берсін. Жора жұлдыздан көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын. Немерелерді балдан тәтті, немере жаннан тәтті деп
бала өскенше немерелерге бағасын соған әлі нәсіп етсін, сол немерелерге шөрліп шалынып жүре беріңдер екеуі. Шапалақ қайда? Құрметті қауым, бүгін үлкен тойға келіп отырмыз. Немерең, қазақ айтады ғой, балаң балдан тәтті, немерең жаннан тәтті дейді. Ғабит құдағи, бүгінгі немерелеріңіздің тұсаукесер тойы құтты болсын. Ең басты денсаулық болсын. Денсаулық болса бәрі болады дейді. Ең басты денсаулық болсын, үлкен азамат болсын, елінің қалаулысы болсын, ақылымен өссін. Бүгін елдің бір әке шешесінің емес, елдің азаматы болсын. Ата-ана әжесінің қуанышы болсын, әке шешесінің үмітіне атқарып ұл болсын. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Мына жиған тергендеріңіз тек қана қуанышқа шалсын. Енді бізден арнайы бір қоржынымыз, сыйымыз бар. Және мынаны ойлап тұрмын, кімге беремін бұл конвертті деп. Қызыма берейінші. Тұсаукесер той құтты болсын, балапанчик өссін, бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын. Главное, сендерді қуанта берсін, жол тек ашық болсын, армандары орындалсын, Алла өзі жар болсын. Так что тойларың ұласа берсін, қыз кетсін, армандап жүрген адамдарға жұғысты болсын. Осы тойдан кейін бар келген, жақсылық тілеген адамдардың үйлерінде қуаныш болсын. Құдағи мощный екен ғой. Қазақтың жігіттері қайын жұртқа жақындап баратқан секілді. Құдағи сүндет Нұризат бүгінгі нәрестенің туған бір жасы құтты болсын, үлкен азамат болсын, биік шыңнан көрінсін, сіздерді қуанта берсін, әр үйде осындай той болсын, тойдан тойға жете беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшыл қауым. Бүгінгі үлкен той құтты болсын. Жаңадан жақсы тілектер айтылып жатыр ғой. Сол тілектер періштенің құлағына шалынсын. Ахмадияр баламыздың бір жасы тұсаукесер үлкен азамат болсын. Жаңағы айтып жатыр. Әкесін емес, елдің, халықтың баласы болсын дейді. Ол үлкен мағынада халық тізгінін ұстар, ел тізгінін ұстар. Бір үлкен жоғары орында айтқанда кімнің баласы дегенде осы сүндеттің баласы деп сіздерді аттарыңызды асқақтатар азамат болып өссін. Сол орныңыз өсе берсін, арттарынан ере берсін. Ағатай тәте біз осындай қызықты қызықтауға осы дастарханда жинала берейік. Сіздердің екі қолдарыңыз толсын. Аттарын ұмытып отырыңыздар, немерелеріңізді көптеген. Алла беріп сол күнге жатсын. Осындай қуаныш қызық той-думан барлық үйде болсын. Құдағи, біздің сүндет, Нұризат, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, той ұзағынан болсын, үлкендеріңіз аман болсын. Қазақта айтады ғой, атасы бардың алты тағы бар дейді, әжесі бардың әсем бағы бар дейді, әкесі бардың алтын таны бар дейді, анасы бардың алтын жақұт жаны бар дейді. Біздің Ахмедияр бақытты болсын, өмірі бақытқа толы болсын. Жаңа айтып кетті ғой, еліміздің үлкен азаматы болсын. Сіздердің отбасыңызға әлемдегі барлық жақсылық тілеймін. Бәрімізге жұғысты болсын. Тек қана жақсылық болсын. Бар болайық, бай қуатты болайық. Тек қана жақсылық болсын. Ал қайырлы күн. Бүгінгі бір жас туған күндер құтты болсын. Сүндет Нұризат, Ағатай тәте, маған Ағатай тәте боласыздар. Сол бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан сүйдірсін. Осындай ұлдар біздің отбасымызға да жұғысты болсын. Әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпесін.
сол барлық жақсылық тілеймін. Мен айтқан барлық тілектерді жолдасым айтты жаңағыны. Солардың бәрі қабыл болсын деп тілеймін. Енді жаңа біздің нағашылардың атынан кішігірім сыйымыз бар. Құдамыз бен құдағиға деген шапан. Беруге табыстауға рұқсат етіңіздер. Addı şakradı bitti, üstü şakradı katilini gitti. Üstü şakradı bitti, üstü şakradı katilini gitti. Kimde kilim bana çakırayım mısın? Kimde kilim bana çakırayım mısın? Koşunet kayda öyle. Енді бізде мына жерімізде құдашамыз Лена құдаша Лена құдашамызға сағат қызымызға алтын жүзік. Мұңғышыңа сосын мынау тойға шашу. Самый главный құда қалып барады. Ал құрметті құдағилар, мына жерде отырған жастар, біз өзіміз Қарағанды облысы Нұра ауданы Ынтымақ ауылының тумасымыз. Енді біреу біледі, біреу білмейді, сол танысып кетейік. Мына жерде тұрған жолдасым, Нұризаттың мамасы, мен папасы боламын. Енді біз 2013 жылы Саран қаласына 2011-де көшіп келгенбіз. Сол көшіп келген себебіміз мынау Ханбатыр мен Ахмедияр екен ғой біздің көшіп келгеніміз. Осы екеуінің жарық екен ғой міне. Осы мынау бүгін дастарханда дәм татып, мына кішкентай жиен немереміздің бір жасын тұсаукесерін тойлауға Алла нәсіп еткеніне мыңда шүкір. Сол тек қана осылай кең дастархан болсын, қызық болсын, тек қана осылай ұйымы жазылмай, тек қана қызық тойда, ойын тойда кездесуге Алла нәсіп етсін. Сіздер ма тойға келген қауым болды. Медианымыздың тұсаукесері той құтты болсын, бір жас мерей той құтты болсын, құда-құдағи тойларыңыз құтты болсын. Міне екі немерелеріңіз алтындай. Бізге де тәтті, сіздерге де тәтті, сондай балдай тәтті немерелеріміз өсуге берсін. Тасырқандарыңыз қызыққа, қуанышқа жайыла берсін. Тек қана ағайын туыстарымыз, үлкендеріміз аман болсын. Бағанадан бері айтып жатқан тілек. Бірге баяға сіздің жолыңызды берсін, сіз сияқты военный болсын, сіз сияқты кәдімгі істесін. Ахмедиярымыз достары, адал достары, жолдастары көп болсын, жолы ақ болсын. Сол Нұризат пен Сүндет сол папа-мамалардың ортасында еркелеп жүре беріңдер айналайын. Бақыттың базарында, Алланың назарында жүріңдер. Алла сіздерді тіл көзден сақтасын. Ал енді мынау Қаражардан бүгін таңертең Ләззат деген жолдасымыз, Ләззат пен Жанаттың атынан сыйлық сіздерге әкеп берген той бастар. Тойға алашсын, қуаныштарыңыз тек қызық қуаныштар сәждәлесін. Бадарга айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Менің де сіздерге айтқан тілегім, ең бірінші араларыңызда ұрыс керіс болмасын, жайқалған күндер солмасын, жанарларыңызға қайғыдан жас толмасын. Сіздер айтқан ақ тілектер қабыл болып, Алла тағала Ахмедиярды қолдасын, қорғасын деп бір қошемет ұрайық. Үлкен рахмет жиыннен деп алып келіп жатыр. Осындай енді нағашылардың құрметіне рұқсат болса, біз жақсы бір әнімізді сіздерге тарту етсек деп отырмыз.
басып гүлдей бір ашып бауырмамды қағыласып қарға тамырлы қатарып жүрейін саулық сұрасып құбылған мынау заманда амандық керек адамға қалайсың қайсар қазағым биешім тегіс аман ба маған да саған болғанда татулық керек аманда жанғаным қылмады осы мал жаным көңіл аман ба жанғаным қылмады осы мал жаным көңіл аман ба айналайын қарағым қалдасай ай сала берме көзіңді әр жақсай ай сала берсең көзіңді әр жақсай ай бәрі жақсы көрер алғашқыдай ай күтмісің қадай қорқасың қадай айналайын көзіңнен ашып жұмғадай бет жаттармай жет жаттармай құтты болсын тұсаукесер кем шатқанға құтты болсын тұсаукесер кем шатқанға есіңде әсем гүлі көктемді сыңғырлатқан таудың ерке бұлағы өзіңменен өткен күн көз алдымда сол қалпында тұрады жолың кешкен жолың дескен күндер қайда қарады дүрмен көзген шықпас естен мөлдіреген жанары жаным дескен жаным дескен күндер қайда қарады дүрмен көзген шықпас естен мөлдіреген жанары сағынып келемін сағындырып келемін алдамайтын арманым айқаныңа сенемін сені іздедім талай жыл сені іздедім талай күн сенен түскен арайлым бағдыма бағаймын жалым барда әнім барда кеудемде ереймін мен ереймін мен сені анық көргенде от боп жаным нұрлар ойнап жаздай жайнап көгерген өзің ақшам күзгі аспан сені өтіп осы ауылдың тілеп ұшқан жастар едік бәрімізді өмір жолын бастар едік бәрімізді жазылмаған тастар едік қарындастар құрдастар бір дәуірдің өрлеген аспан едік бәрімізді өмір жолын бастар едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар шабалады қайда сағынғанда бір келерсің сарғайғанда бір келерсің сарранның ау бауырыңда күнге барып күнге айтып күнге барып күнге айтып күнге барып өкінге сағынғанда бір келерсің сарғайғанда бір келерсің алатаудың бауырыңда күнге барып күнге айтып күнге барып күнге айтып күнге барып өкінге күнге барып өкінге бір күніммен бір күндік тірлігіммен тоқтата көр тағатсыз құбылысты түссең дағы тәңірдің кіндігінен дейді. Өтіп жатқан өмірді ешкім тоқтата алмайды, бар нәрсені барында бағалап бір-бірімізді қадірлеп өткенге не жетсін ардақты ағайын. Ол бақытты жерден іздесең анаңның табанында,
көктен іздесең әкеңнің қабағында, алдыңнан іздесең жарыңның жанарында, артыңнан іздесең балаңның қадамында, айналаңнан іздесең туған туыс, Құда жекжаттың амандығында дейді ғой. Осындай амандықпен жүздесіп отырғаныңа қуаныштымын. Той құтты болсын деп бір қошемет ұрып қояйық осы жерде. Енді мен ортамызға сіздер шақырып отырмын, той үйлеп келіңіздерші. Елу, алпыс, нақтысы біреуіне 50 қонақ. А сіз неше қонақ шақырдыңыз? 50 қонақ дейді. Мен тойдың басында уже бастап жатырмын, жүргізіп жатырмын. Әлі мен 50 кісінің қошеметін әлі естіген жоқпын. Қатырақ бір қол соғып қошемет ұрып, шапалап отырайық. Сый-сияпаттарды үлестірсек деп отырмыз. Енді бірінші сыйлығымызды бүгінгі кешке ең бірінші келген қонаққа бергізсек деп отырмыз. Ең бірінші кім келді? Кім? Ал. Кім келді? Нешеде келдіңіз? 11-де келдім дейді. 11-де осы кафеге келдіңіз? Ал екінші кім келді? Екеуіңіз келдіңіздер ме? Үшінші кім келді? Сіз келдіңіз. Сіздер келгенде бұл кісілер бар ма еді точно? Машинадан түсіп атып еді. Рахмет. Ең бірінші келген апамызға тойдан той сыйлық. Бірінші келген. Міне, апамызға ең бірінші келген қонаққа. Ал енді мен ортамызға ең алыстан келген қонақтарды шақырып беріңіздерші. Ең алыстан келген қонақтар кім осы жерде? Жандос Ағатай, Өтіржене. Жандос Ағатай. Келіңіздер. Алыстан келген қонақтар. Тұра тұрыңыз. Сыйлық беруге асып қойсайын. Тағы кім алыстан келген қонақ? Ең алыстан келген. Айбек Ботагөз. Айбек Ботагөз қайда? Келіңіздер, Айбек пен Ботагөз. Келіңіздер. Шамына ұрайық. Жанға қарай кел. Танысып алайық. Есіміңіз? Жандос, қайдан келдіңіз? Нұрадан. Сіз? Нұрадан. Екеуіңіз бір үйден келдіңіздер, Нұрадан келдіңіз. Ал сіздер? Ақжалдан. Біргесіздер ме? Ақжалдан. Енді Нұрадан үйлеріңізден шыққанға осы жерге дейінгі қанша шақырым? 200, 200 шақырым. Ал сіздерге қанша шақырым жүріп келдіңіздер? 250 дейді. Бір қосып алыстан келген қонақтарымызға 250 шақырымнан келген қонақтар. Тойда тоқта сыйлық. Рахмет. Ең алыстан келген қонақтарымыз. Енді отырған қонақтардың ішінен ең бойы ұзын қонақтар шақырайықшы. Кім? Өзім шығасың деп кел. Тағы бойы ұзын қонақтар бар ма? Кім бар? Қанат қайда? Қанат қайда? Бойы ең ұзын қонақтан анықтасын. Шақырайық. Берік қайда? Берік келі ғой. Берік. Сіз қойыңыз қанша? 1.90. Берік сіздікі? Сақалы не ма? Рабочий, не рабочий? Ал, енді көрініп тұр кімнің 1.90 дейді. Бұдан, бұл бауырымыздан ұзын ешкім жоқ шығар осы жерде. Тойдан кім? Келіңіз. Бойыңыз қанша? 1.84. Енді мұна бауырымыз 1.90 дейді. Bir қол соғып қошемет ұрып қояйық. Рахмет, бүгінгі кешіміздің біреуін берейік енді. Бүгінгі, рахмет, сіздер жайғаса беріңіздер. Ең ұзын қонақтардың ішінен бойы ең кішкентай келіндер, қыздар бар ғой, солардың қыздардан осы. Бойы кішкентай.
Кім? Ой қысқа болса да ой ұзын Жұлдыз. Жұлдыз қайда? Жұлдыз кел. Ойы кішкентай тақ шақырайық, тақ кімдер бар? Бойы кішкентай. Кім бар? Нұрислам. Кел. Тағы бар ма бойы кішкентайлар? Рахмет. Бойы ең кішкентай қонақтарымыз. Нұрислам, сен бара бересің осың, не? Қыздардың алдында. Ал, енді есіміңіз? Нұржұлдыз. Сіздікі? Лена. Ал, Нұржұлдыз, бойыңыз қанша? 5 каблук. 1,54 дейді. Сіздікі ше? Шынқын, 5 каблуксыз. 152 дейді, бір қол соқ қошы. 152. Міне, енді көріп тұрмыз, бойы ең кішкентай. Құрметті қонақтар, бойы ең кішкентай, бойы кішкентай қыздар, олар жылдам ширақ болады екен. Олар қонақ күткенді жақсы көреді екен, әрқашан. Өз жемесінде өзгеге жегізіп жүреді екен ғой. Осындай келіндеріміз, қыздарымыз аман болсын деп бір қол соғып қошемет тұрып. Рахмет. Енесімен тұратын кезде қалғандарыңыз бөлек тұрасыздар ма десіз? Есіміңіз? Индира. Неше жыл болды ата-енеңізбен тұрғаныңызға? 15 жыл. Қошемет тұрайық. Сіздікі? 8 жыл. Сіздікі? 5 жыл. 8 жыл. Сіз екеуіңіздің қосқанда да жетпейін деп тұрмыз. 15 жыл дейді. 15 жыл. Енесімен. Осылай келіндерді қадірлеп құрметтесек артық емес, ардақты ағайын. Мына хадистің өзінде бар екен, егерде ата-анаңа күліп қарасаң, оған қуаныш сыйласаң, Алла тағала қажылықтың сауабын береді екен ғой. Әрқашанда осы ата-енесін күтіп, бағып, қат-қабағына қарап жүрген келіндер жасасын деп бір қошемет ұрып қойсаңыздар осы жерде. Мен қайненемен 30 жыл бірге тұрғанмын. Бір қол соғып қошемет. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті меймандар, рахмет. Әрмен қарай тойымызды жалғастырамыз. Ендеше алда да ойынымыз болып жатады. Енді әрмен қарай ақ тілекпен тойымызды жалғастырсақ, бүгінгі айтылатын ақ тілектердің барлығын Алла тағала қабыл етсін. Баршамыз жақсы ниетпен жиналып жатырмыз ғой. Той сіздерге де жұғысты болсын. Осы жерде рұқсат болса Ахмедиярдың ұлы нағашы әпкесі келіп жатыр. Осы жерде Жұмагүл апайымызды және Жеңісбек ағамызды және де осы әулеттің тағы да байырғы құдасы Сахи құдамызбен Айсұлу құдағиымызды ортамызға шақырамыз. Ал, қош келдіңіздер. Бүгін ғабит, үміт, құдағайлар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ахмедиярдың бір жасы құтты болсын. Барлықтарыңа осындай той жұғысты болсын. Дені сау болсын. Үлкен азамат болып өтсін. Үміт ғабитына жайған дастархандарың әрқашан тойға жайылсын. Сендердің қожалықтарына әрқашан той деп келейік. Тойларың құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Құдағи бүгінгі Ахмедиярдың бір жас сүндет той құтты болсын. Баламыздың өмірі жалпы болсын, дені сау болсын. Құдағи осы немерелерді ертіп, шөберені шертіп, құдағи екеуін жүре беріңдер болып. Осы той барлықтарыңызға жұқты болсын. Құдағи сіздерге де той жұқты болсын, құтты болсын. Саламатсыздар ма, тәушіқауым, құдағай, сүндет, келін. Бүгінгі Ахмедиярдың бір жасы құтты болсын, алғашқы қадамы құтты болсын. Қадамы әрдайым
ашық болсын, биіктерден көріне берсін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Құдағай немерелеріңіз көбейе берсін. Осылардың қызықтарынан тоймай жүре беріңіздер. Құдағай сіздерге де құтты болсын. Жиен немерелеріңіздің қадамы, жасы. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Әрдайым осы отбасына той деп келейік. Той қаласа берсін. Сіздер тойлар құтты болсын. Рахмет. Ақ-тілектеріңіз қабыл болсын. Жақсылап бір естелікке сөйлеске салыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, дастархан байлығын бер, өлік иман тірге берекер, Алла небесен қайырын бер. Осылай кең дастарханда тек қана қуаныш қызықта кездесуге нәсіп етсін Алла. Отанымызға тыныштық бер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қайда жүрсек те аман болайық. Алла өзің бережелі қауіп көтерін аман сақта. Дастарханымыз аяқтадық, ортада билеп жатырмыз. Ал енді бүгін міне Ахмедиярдың бір жас туылған күні құтты болсын деп бір қаттырақ бір шапалақпен тағы да шашу шашып қойыңыздаршы. Ал қазақ айтады ғой, ақшасы бар адам бай емес, ата-анасы бар адам бай, алтыны бар адам бай емес, ақылы бар адам бай, доллары бар адам бай емес, достары бар адам бай дейді ғой. Ендеше мен той жасап жатқан той иелеріне шынайы байлықтарды тіледім. Осы жерде Аллаға шүкір, осында сүндеттің ата-анасы отыр, осы жерде достары отыр, бауырлары отыр. Нағыз бай кісі десек те артық айтпағанбыз. Осындай туыстармен бай болған сүндетке бір қол соғып орайық. Ғабит ағамыздан сұрағым келіп жатыр. Жалпы балаға есім қойған кезде біз кейбір есімдер аяңмен келіп жатады. Кейбір есімдерді біз ырымдап қойып жатамыз. Мен осы Ахмедияр деп есімді кім қойды және ол ойларыңызға қайдан келді? Кім қойды? Кім қойды? Кім? Біздер негізі бірінші Хан Батыр деген атасы қойды ғой, бірінші немереміздің атын ше. Сосын екінші деп нағашылары қойсын деп, жаңа мен жолдасым айтқан нағашысы қойсын деп. Содан күтіп жүрдік, нағашылары қояды екен деп. Содан нағашылар иә, сосын деген нағашылар қояды деп жүргенімізде енді
неден роддомнан не келді тезірек айтсын деп айта қоймады. Сосын тез ойласып атасы бәріміз қосылып алып қойып жібердік өзіміз. Нағашыларына айтсақ ойланып жатырмыз дейді ше. Сонымен Ахмедияр деп өзіміз қойып жібердік бәріміз ойласып. Әркім айтпайды. Енді бұл ойды қайдан келді, кім айтты осы есімді, есім мағынасы дегенде ғой еді. Өзін негізі әкесі ғой. Ахмедияр деген негізі мағынасы аса мақтаулы, дәулетті, жарқын мінезі деген мағынаны береді. Дәулетті болсын деп бір қошемет. Ал енді бір жас туылған күні тұсаукесері құтты болсын деп рұқсат болса, арнайы осы тортымызды ортамызға алдырсақ. Ахмедиярды дүниеге алып келген анасына бір қошеметтеріңіз болса, артық болмайды. Бүгін сен келдің өмірге, тәп-тәтті бал бөбегім, өзіңмен сәнді менің де мәнді әлемім. Арайлап дара таңым, кішкентай балапаным, уыстап бақыт сыйлар сенің алақаның. Жаныма шуағын төгіп күнім сен, өзіңе ғаламды еліктірдің сен. Алаулап жылытып менің кеудемде, екінші жүрек боп соғып тұрдың сен. Көңілдің көк алып ұшары да сен, біздегі бақыттың нышаны да сен. Бүр жарып анаңның құрсағынан сен, қош келдің әкеңнің құшағына сен. Тіліңнен айналайын, үніңнен айналайын, сүйкімді періштедей түріңнен айналайын. Жаныма шуағын төгіп күнім сен, өзіңе ғаламды еліктірдің сен. Алаулап жылытып менің кеудемде, екінші жүрек боп соғып тұрдың сен. Көңілдің көк алып ұшары да сен, біздегі бақыттың нышаны да сен. Бүр жарып анаңның құрсағынан сен, қош келдің әкеңнің құшағына сен. Жаныма шуағын төгіп күнім сен, өзіңе ғаламды еліктірдің сен. Алаулап жылытып менің кеудемде, екінші жүрек боп соғып тұрдың сен. Жаныма шуағын төгіп күнім сен, өзіңе ғаламды еліктірдің сен. Алаулап жылытып менің кеудемде, екінші жүрек боп соғып тұрдың сен. Көңілдің көк алып ұшары да сен, біздегі бақыттың нышаны да сен. Бүр жарып анаңның құрсағынан сен, қош келдің әкеңнің құшағына сен.
Сенде әже бар. Әже бетіне сүй. Әже хан батыр да сүйіп отыр. Әже хан батыр да тұр сүйсін дейсіз. Міне қасыңызда тұр. Бетіне сүй әжен. Батыр. Сен көріп өмірден өткен екен. Мына қазақта керемет сөз бар ғой, шөберенің қолынан бал жалаған ата мен әже жұмаққа барады дейді. Шөбересінің қолынан бал жалап кетіпті әжеміз. Сол әжеміздің ғұмырын бізге де берсін, сіздерге де берсін деп бір қошемет қояйық. Қандай жаныңда туыстар кім? Ол жандарсыз қараңғы күнің анық, туыс деген тілекшіл ұлы қалып. Отбасында қуаныш бола қалса, жетіп келер қолына сыйын алып. Сыйластықпен өмірде қалады атың, өмірдің сол емес пе ең қызық ғаламаты. Туысқанмен тату бол деген сөз, әкеміздің мәңгілік бір аманаты. Аман болсын әрқашан туысқандар, туысқанмен ешқашан ұрыспаңдар. Әрбір туысың ол сенің бір қамалың, сол қамалды құлатпай тік ұстаңдар дейді. Жанында туыстық танып, қамал болып, қорған болып, тіреу болып жүрген осында бір топ бауырлар, туыстарды ортамызға шақырайын, ақ тілектерін айтып берсін. Лена, Бекет, Индира, Жадыра, Саят, Қанат атты бауырлар. Алдаберген, Нұрәлі, Саят, Нұрислам, келіңіздер. Хәнеше аға, Тұржан, Нұризат, тойларыңыз құтты болсын. Ахмедиярдың бір жасы және тұсаукесер бүгін кеші қадамы құтты болсын. Жолы әрқашан ақ болсын. Басқан қадам әрқашан оңынан болып, оңынан бола берсін. Үлкен азамат болып өссін. Үлкен маман иесі болып, бізді әрқашанда қуантып жүре берсін. Хан Батыр мен Ахмедиярдың ізінен ұл-қыздар ере берсін бауырлары. Сол отбасымызға тек қана жақсылық тілеймін. Әрқашан үйде той болсын. Осы тойдың куәсі болып біз әрқашан жүре берейік. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Яғни анасының, әкесінің, ата әжелері үшін жүректен құттықтаймын. Бүгін айтылып жатқан тілектердің бәрі періштеге құлағына шалынсын, үлкен азамат болсын. Сол сіздердің осы қуаныштарыңыз бітпесін. Осындай тек қана жақсылық тілеймін барлық. Құтты болсын. Мама, папа, бүгінгі мына немерелеріңіздің бір жас тұсаукесері құтты болсын. Сендер Нұризат, сендерге де құтты болсын. Ұлдарыңның бір жас тұсаукесері. Болашағы жарқын болсын. Осы немерелеріңіздің ортасында аман-есен жүре беріңіздер. Тек қана жақсылығын көре беріңіздер. Жезделерің жұмыста, үлкен сәлем айтты, келе алмады, жұмыстан жібермеді. Өзім келдім. Сендерге тек барлық жақсылық тілеймін. Осы Ахмедиярдың ұл болатынын өзім білген едім, алғаш болып. Маған ыстық, бауыр дейді ғой, бауыр бәрібір ыстық болады. Не болса да, бәрібір жақсы көріп тұрасың бауырларыңды. Сол себепті мен бұларға тек жақсылық тілеймін. Қуаныштарында да барлық жақсылықтарына бірге жүре берейік. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын, үйлеріңізде тек жақсылық болсын. Аға жеңше, немерелеріңіздің бір жасы құтты болсын. Сүндет, Нұризат, ұлдарының туған күні бір жасы құтты болсын. Ұлдарың Қазақстанның мен деген азаматы болсын. Болашақтары жарқын болсын. Биік белестерден көріне берсін. Жолдары әрқашан ашық болсын.
ағашы, апа, аға, жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Бір жас тұсаукесер құтты болсын. Жасына жас қосыла берсін. Періште осы айтылып жатқан бәрі тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Үлкен азамат болсын. Біреу, екеуді таптамаңдар. Бәрі шыға беріңдер. Ал Нұрзат, апасы, мамасы, атасы, әжесі Ахмедияның туған күні құтты болсын, дені сау болсын, ешқашан да ауырмасын, өмірдегі бал жақсылық тілеймін. Сол өсе берсін, және қандас болсын. Ахмедияның бірге туған құттықтаймын. Өсе берсін, үлкен азамат болсын. Сіздердің отбасына жақсылық тілеймін. Өсе берсін. Алтыншы аға Ахмедияның бір жас құтты болсын, ауырмасын, болашағы жарқын болсын, сіздердің алдарыңызда ойнап жүріп жүре берсін. Орен Ахмет, ал қазақ айтады ғой, ұл намысты болса әкенің маңдайы терлемейді, қыз намысты болса ананың ақ жаулығы кірлемейді дейді. Әкелеріңіздің маңдайы терлемесін, аналарымыздың ақ жаулығы кірлемесін. Жақсы ниеттеріңіз еш таусылмасын, Алла қабыл етсін. Құттықтап келіп жатсыздар ғой, ойынның аты құттықтайым деген. Қазір барлығымыз білеміз, санау білеміз ғой, санау білеміз, ретімен санаймыз. Енді ойынның шарты мынандай. Үшпен аяқталатын және үшке бөлінетін санды айтпаймыз. Оның орнына біз құттықтайым деген сөзді айтуымыз керек. Ахмедиярды бүгінгі бір жас туылған күнімен құттықтаймыз. Түсінікті ғой, үшпен аяқталатын, үшке бөлінетін. Мысалы 3, 13, 23, 33 деген санды айтпаймыз, құттықтайым деп айтуымыз керек. Және де үшке бөлінетін 6, 9, 12 деген сияқты сандарды айтпаймыз. Оның орнына құттықтайым деген сөзді айтуымыз керек. Кім шатасады, сол отырады. Ал соңында қалған кісіге біз сыйлық береміз деп отырмыз. Түсінікті ғой, ойынның шарты. Ал бастайық, кеттік. 2. Құттықтайым. 5. Құттықтайым. 6. Рахмет. 6 деп бар. Құттықтайым деп айтып бар. Түсінікті ғой, ойын шарты. Тоқтамай, жылдам ойнауымыз керек. Ойлануға 2-ақ секунд қой, 1-2 секунд. Кеттім. 1. 2. Құттықтайым. 4. 5. 7. Құттықтайым деп айтуымыз керек еді 6-ның орнына. Түсінікті ғой. Ал кеттік, мына жақтан бастайық енді. 4. 5. Құттықтайым. 7. 8. Құттықтайым. 10. 11. Рахмет. Құттықтайым деп айтуымыз керек еді. Негізсіз ғой. Түсінікті ғой. Ал кеттік. Мына жерде. 1. 2. 2-ні айтты ғой енді. Бұл кісі шатасты бірінші. 1, 2. Ай, бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды. 1, 2. Мына жақ кетті ғой. Ал жақсы. 2. 4. 5. 7. 8. Құттықтайым. Құттықтайым. 12. Құттықтайым. 13-тің орнына. Үшпен бөлінетін, үшкен аяқталатын санның орнына құттықтайым деп айту керек. Ал кеттік. 2. 4. Рахмет. Үшеу қалды. Кім? Бірінші орынға 5.000 теңге. Ал кеттік. 1. 4. Құттықтайым. 8. 10. Құттықтайым. 13. Құттықтайым деп айтуымыз керек. Ал енді екеуіміз жеңімпаз 5.000 теңге. Кім шатасады, сол отырады. Нешеге дейін барады екенбіз. Ал кеттік. 1. Құттықтайым. 4. 5. Құттықтайым. 7. 8. Құттықтайым. 10. 11. Құттықтайым. 10. Құттықтайым. 14.
15. 15 үшке бөлінеді. Бір қошемет қояқ бауырымыз жеңімпаз. Бүгінгі той иелерінің атынан 5000 теңге есепке жиылып атылды. Кісіге бергім келіп отыр, бай кісіге. Яғни осы жерде отырған барлығымызды білесіздер, Каспий бар, немесе басқа банк бар ғой, карточкалары бар. Соның ішінде ең ақшасы көп кісілер бар ма? Ортаға келіңіздерші. Ең бай кісіге мен осы бір сыйлықты бергім келіп жатыр. Ал, бай кісілер кім? Келіңіз. Тағы кім? Келіңіз, ортаға келіңіз, ортаға. Ал енді арамызда ең бай кісіге бір сыйлық бергіміз келіп отыр. Осы жерде Каспийде, банкте кім былай шотты көрсетесіздер, кімдікі көп болады, осы сыйлықты, асыл сыйлықты алады. Ал бірінші есімің Мейіржан, кім боласың? Туыс боламын, інісі боламын. Туысы, ал көрейік, қанша? Енді қазір мен соңында айтам. Наличкада болады негізі, наличкада болады. Богатый мишлениями, бедный. Ал, мына жақта аға бауырымызда 555 мың. Наличка қанша? Наличка где-то тоже 500 болады. 1 миллионнан аса. Тұра. Сіз дедік қанша? Ашыңыздар, ашыңыз. Бір қол соғып, бір қошемет ұрықтар. Бара беріңіздер. Мына бауырымызға тойда толықтай бүгінгі кешімізде ең миллионер. Бір қол соғып қошемет. Дүниеге келгеннен өмірінің соңына дейін жоқ дегенде 10 той жасайды екен ғой. Қуаныштан той жасайды, елдің батасын алсын деп той жасайды. Бала дүниеге келеді, қуаныштан той жасайды, 40-нан шығарып шілдехана тойын жасайды. 1 жасқа келгенде бір қадам жүріп қалса тұсаукесер тойын жасайды. Бір ауыз сөйлеп қалса тілашар тойын жасайды. Үйлену той, алтын той, күміс той, тойдың түрлері көп. Елдің батасын алсын деп жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Осы Ахмедиярдың жолы ашық болсын, әрқашанда жанына жақсылық жолдас болсын. Өмір жасы ұзақ болсын деп бір қол соғып, бір қошемет ұрып қойсақ жарасады. Той тойға ұласын. Алғыр қарарым, ұламылығыммен бұзып шығарым, шойын қақпалы, тағдыр қамарым, шойын қақпалы, тағдыр қамалым. Шаңғы бұлқайым ол, шабырқай берем, шарқ етейінше, найзағай болып, шарқ Өздеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Адамның бір қызығы бала деген, баласыз көңіл шіркін тола мекен дейді ғой. Мына осындай қызық қуаныштарыңыз көп болып, біз қазақ баласының бақытын өз бақытынан үстем қоятын қазақпыз ғой. Бүгін міне осы баламның елдің батасын алсын, жолы ашылсын деген ниетпен осы той жасап жатыр. Ендеше мен ортамызға той иелері келіңіздерші, сүттер ортаға. Енді мына жерде біраз тағы да сыйлықтар бар екен. Тағы да осы ең үздік қонақтарымызға осы сыйлықтарды үлестірсек деп отырмыз. Енді сіздер мен айтқан сипатқа тән бір-бір қонақтан алып шығып отырасыздар. Кім бар? Қыздарда Гүлмайрам дейді. Қайда? Келіңіз. Есіміңіз кім еді?
Мөлдір енді шашты болып жүру керек қой. Мөлдір сіздікі Гүлмайдан. Дауысқа сала, кімнің шашы ұзын, кімнің прическасы әдемі. Бірінші Мөлдірге дауыс берейікші ағай. Ал Гүлмайданға дауыс берейікші. Мөлдірдің таныстары ана жақта, мына жақта, Гүлмайданның ана жақта болып жатыр. Олай бөлуге болмайды ғой басынан. Гүлмайданға дауыс берейікші. Мына жақта Гүлмайдан. Сізге рахмет. Әрмен қарай жалғастырамыз. Енді отырған қонақтардың ішіне белі ең жіңішке қонақта Қыпша белді дейді, Бұран белді қонағымызда анық саңлы. Кім шақырамыз ортаға? Қыз балалар. Айнұр. Айнұр қайда? Айнұрды ортамызда шақырам. Үлкендерімізде шықса болады. Кім бар? Келіңіз, келіңіз. Не деген мен ұстасам үзілейін деп тұр ғой. Ал, есіміңіз кім еді? Жадыр әпке, сіздікі? Алмагүл, Айнұр, Лаура. Дауысқа салайық, кімнің белі жіңішке екен бірінші? Жадыраға дауыс берейік Жадыр әпкемізге. Құдағиымызға дауыс берейікші. Айнұрға дауыс берейікші. Лаураға дауыс берейік. Бір ғалым алғашымыз, Лаура екеумізді тек болып қалған сияқтысыздар. Құдағи. Ал бастан осы екі кісіге бірінші құдағиымызға дауыс берейікші. Лаураға дауыс берейікші. Ана қыздар қатты шыңғырғанына қарасаң ақша қарыз емес пе? Ал құдағиымыз бүгінгі кешіміздің белі ең жіңішке қонағы. Рахмет сіздерге. Бишін анықтасақ деп отырмыз. Биге жақын, жақсы билейтін қонағымыз. Кәді бір қонақтан алып шығайық. Али қайда? Али, кел! Приходите в гости, золотая жизнь наставляет только банки. Грановая сок, шурин топ. Али бір бойға шықты оған сияқты шықты ғой. Билей аласың ба, Али? Али мен билейді кім? Кім шағыр? Али мен жақын. Жеңге! Жеңге қойда. Ал! Жанға қарай кет. Ал енді кім жақсы билет дауысқа салайық. Бірінші Алиге дауыс берейікші ағай. Ал жеңгемізге дауыс берейікші ағай. Али сен отыра бересің, көрдің бе? Асыл көріп тұрсыз, жеңгеміз бірінші орында тұр. Ал жалғас. Ал көрейік қазір. Ой, мынау кімнің қасында?
Осы жерде тоқтатайық, осы жерде. Сіздер көп билемейді, фигураларыңыз бұзылады. Ал енді дауысқа салайық. Бірінші жалғасқан дауыс берейікші. Жеңгемізге дауыс берейікші. Бір қол соқ, бір қол жеме тұрар. Бүгінгі кешіміздің әнді жақсы айтатын бір қонақтан шақырып беріңіз. Кім ортаға? Гүлсім әже, қайда? Гүлсім әжемізді. Әжемізді шақырайық. Кімді шақырамыз? Кешу деген топтар жоқ еді ғой. Тойда әнін айтып, тойды көтеретін қонақтар еді. Ауылдың алтауызын айтып, әндерін айтып, сырттан әнші болмайтын еді. Енді қазір кезде сол тойда қонақтардың ән айтуы азайып бара жатыр. Енді соны қайта бір жаңғыртайық деген ниетпен енді қонақтардан да ән сұрап жатырмыз. Қонақтардың арасынан ең үздік әншіні анықтасақ деп отырмыз. Ал кім? Айнұр өзің бастайсың ау деймін, апам. Шетелген ән. Алып тұр. Фонограммамен айтасың. Жоқ, біз жанды дауыста айтатындар бар ма? Жанды дауыста айтатындар. Келіңіздерші. Мына жақтан да болса болады. Кім бар? Нағашылар қайда? Нағашылардан қайда? Келіңіздер. Жанды дауыста бүйтіп. Айлай, ей, саған қалқамай, әнімді айтып езермін шалқабай. Саған қалқамай, әнімді айтып езермін шалқабай. Нұр жауып тұрған көктемде гүлдері барсаң бөктерге, қоңырлыққа аспанды найзағай шашып өткенде, есіңе мені алғайсың. Шашып өткенде, есіңе мені алғайсың. Берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салғанмен сарыуайым тілегенің тұрама саған дайын. Ойлап тұрып жүріп істеп көрсең, харекеттің білесін, сонда жайын дейді ба. Әрбір харекеттеріңізге Алла тағала берекет берсін, адал табыс берсін, үйлеріңізден ырыс несібекет берсін. Той құтты болсын деп бір қол соғып бір қошемет ұрайық. Ал енді достар, барша достар, достар, қош келдіңіздер. Енді Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Аға жеңге Ахмедиярдың бір жасы құтты болсын. Әрбір тәйтелі басқан қадамын Алланың нұры жаусын, дені сау болсын. Ең бастысы барлықтарыңыз осындай той жоқсы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңыз үйіңізде осындай той болсын. Құдағайлар сіздерге де құтты болсын. Барлықтарыңыз сіз біз есіп жүре берейік. Барлықтарыңыз осындай той құтты болсын. Бітті. Ал енді аға тәте үстінде балалардың кішкентай бір жас туған күні құтты болсын, үлкен азамат болсын, елдің тұлға болсын, ертең үстінде баласы ғабиттің немересі дейтіндей үлкен бір белестерді бағындыра берсін, достықтарың осындай көп болсын, әрқашанда туысқандарың көп болсын. Сол тойларымыз құтты болсын. Түсінген Міржан, Ағатай тәте, той құтты болсын, барлық айтқан тілектер қабыл болсын, иманды ибалы жігіт болсын, тек бастысы барлық тілектер қосанғы, кешен қосанғы.
қазақтың жігіттері арыстан. Жол беріңдер. Айфонын кредитке алғандар келе жатыр. Саламатсыздар ма? Қонақтар, құрметті келген қадамдарыңызға гүл бітсін, тәте, аға, Ризат, Сүндет. Бүгінгі тойларың құтты болсын, әрқашанда дастархандарың тек қана той деп жайылсын. Балапандарыңыз үлкен, ер азамат болсын. Әрқашанда жаңағы атын тек қана жақсы жерден естейік. Сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Бақытты балалық шақ тілеймін балаларыңызға. Әрқашанда сіздерге той деп келіп отырайық. Біздің подаркамыз. Енді мына қазақ айтады ғой, адамның жүрегін жұмсартатын оның білімі емес, иманы дейді. Адамның мықтылығын көрсететін оның күші емес, сабырлығы мен шүкірлігі дейді. Адамды жәннатқа жетелейтін оның байлығы емес, оның қайырлы ісі, ал адамның махаббатын көрсететін оның жылы сөзі емес, жанында жүріп Алланы еске салып, жамандықтан қайтару дейді ғой. Айтып жатады ғой, ең жақын дос жанында жүріп, сені жамандықтан қайтарып, Алланы есіңе салып жүреді. Және де осы той иелерінің сау көткен ағамызға сый сияпаттары бар екен. Келіңіздерші мен ортамызға. Міне жұмыра көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Бүгінгі тойдың қуаныштың иелері осындағы Ғабит ағамыз қайда, Үміт апамыз, Сүннет келіңдер, Нұризат келіңіздер, баршаларыңызды ортаға шақырайын. Ендеше келген қонақтарға бір ауыз жылы лебіздеріңізді, немерелеріңізге бір ақ тілектеріңізді білдіріп өтсеңіздер болады. Кім бастайды? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін себеп немерем Ахмедияның бір жасы әрі тұсаукесер. Қош келдіңіздер, келген қадамдарыңызға нұр жаусын барлықтарыңызға. Осындай жұғысты болсын барлықтарыңызға. Не деймін басқа? Ең бірінші денсаулық деймін. Дендеріңіз сау болып, осындай тойда, думанда жүре беріңіздер барлықтарыңызға. Рахмет, сыйлап келіп, ортақтасып жатқандарыңызға. Ахмедиярым дені сау болсын, қадамы құтты болсын бүгінгі бірінші. Не деймін басқа? Қамбатырға да тілегім сол, бірінші көрген немерем. Қадамдарың нұр жаусын, екі немерем. Бізіне ере берсін немерелерім. Сол. Құрметті қонақтар, барлықтарыңызға, біздерді сыйлап, қуанышымызға ортақтасып жатқандарыңызға Алланың нұры жаусын. Үлкен рахмет, сіздердің де үйлеріңізге қуанышқа барып, Алла баруды жазсын, үйлеріңізде той болсын. Менің немерем бір жасқа толып жатқан Ахмедиярым. Оның фамилиясы Үмітов өзі, менің балам бұл деген. Өзім Үмітов деп фамилиясын өзгертіп алғам. Өзім немерем маған келеді, менен басқа ешкімге келмейді, өзім бауыр басқан. Жаным сол, туылған күні құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, соңында қарындастарыңды, інілеріңді ерте бер. Құдағиыма да рахметімді, алғысымды айтайын. Осындай алтындай қызды біздерге беріп, осы қызығын көріп жатырмыз. Сіздерге де көп рахмет. Келініме де, балама да рахмет. Ризамын, келінімді мақтап қояйын. Жұмыстан келгенде мама шаршап келді деп тамағын істеп, құрметтеп мені үйіне шақырып, болмаса үйіме беріп жіберіп тұрады. Айтайын да келінімді осы мақтап.
иә шаршап келдің мама шаршап келді тамақты істемей ақ қойыңыз сол кезде бір көкке жетіп өзімше секіріп қуанып қоямын үйде шаршап келген соң жұмыстан иә сөйтіп көңілімізді аулап отырады жақсылығын айт дейді ғой рахмет жаным иә осындай алтындай немере сыйлап жатқаныңа мың алғыс ризамыз сендерге балдарым иә сол не айтам тағы не айтайын иә барлықтарының үйінде той болсын осылай тек тойға жинала берейік иә сосын біраздап бір сый сияпатымыз бар еді мына құдаларға тұсаукескен соны беруге рұқсат етіңіздер жеңіп өткізіп ұрсам болған бірінші оны бірге байғұда Ахмедиярдың тұсауын кесеміз. Ойлауы давай. Окей. Давай. Давай. Ең бірінші көрген құдам Сақи құда мен Айшгүл құда. Құда білбай. Тағы кім? Енді ағамыз жұмыста болып қалған, Жәкең. Микрофон неге бермесіңдер еді? Жаңағы, дұрыс айтамын. Жаңағы, қайныма да? Обалай. Иә, осы тұратыңдаршы. Қайным келеді деп жаңа жұмыстан арнайы әкеліп ем қайныма. Ол қайным келмей қалыпты, сонда да мына қайныма не қылайын бересіңдер өздерің, иә? Алыстан келген осы жаңағы иә, Жандос келші, айналайын. Біздердің неміз қуанышымызға осы постоянно келіп, осы алыстан болса да, кеш болса да келіп, иә, бүгін қуанышымызға ортақтасып отырады осы құда балама өте ризамын, иә. Алла разы болсын. Құтты болсын, шапандар. Сосын ер адамдардан келген жоқ. Сосын мына мен бөктер өзі апам бар, мына неде Саранда тұратын. Соның баласы келіп отыр енді мына Жеңісбекке. Ал, Жеңісбекке. Осылай сыйлап Ахмедиярдың бір жасына келгеніне. Сіздердің де үйлеріңізде той болсын, сіздердің де қуанышқаныңыз барай. Осылай жұртымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Той иелеріне шапалақ.
Кемерсімен құрметті жиналған қауым, бүгін біздің тойымызға келгендеріңізге үлкен рахмет, бізді сыйлап, сөзімізде кетпей үлкен рахмет. Осылай ақ дастарханда жинала білейік, тек жақсылық болсын. Мен бірінші ата-анама, күйеуімнің ата-анасына, өз ата-анама алғысымды айтамын, осылай бізді өсіріп, дұрыс тәрбие беріп, осындай күнге жеткізген. Қосылып атарымен істеп жатырмыз, аталарға үлкен рахмет айтамын, жүгіріп жүргендеріне. Бұндай ата-ана ешкімде жоқ деп ойлаймын. Рахмет, мен мақтап отқандарым фотосы. Мені мақтамады, мен не қайтып Жоқ, осындай той сіздерде бола берсін, тек жақсылық болсын. Біз бүгін аналарымызға $100 карточканы саламыз. Сіздерге үлкен рахмет. Біз подаркамыз аталарымыз енді қосылып бірге жұмсайды деп ойлаймын. Қайнар рахмет айтамын. Осы баланы жүгіріп жүріп туғаннан бастап шариктарын дайындап, одан кейін бір айда тойға кеткенде, жаңағы тұрғынның 250 километрден келген, сол кезде Теміртаудан жедемен келіп қарасып екі бала рахмет айтамын үлкен. Тойға барып, бүкілдеріңізге рахмет, қайнапкелеріме, жеңгелеріме, үлкен апаларыма, апа келем келмеймін деп шай ішіп отыр еді деп. Сізге рахмет. Теміртаудан рахмет, барлықтарыңызға рахмет айтамын. Жандос ағатайыма, Ақмарал тәтеме, Айсына тәтеме, Гүлия тәтеме, бүкіл Бірбай ағатай план кескенге үлкен рахмет. Бүгін военный мен ағатайым кесіп отыр, сосын КВШ жақта өзі істеп отыр. Енді точно военный болады шығар деп ойлаймын. Енді бір киіп департаментте отырсын, қолдарыңызды ертін. Барлықтарыңызға рахмет, сүндетке де рахмет. Ахмедиярды көрейік, биіктерден көрінсін деп бір қол соғып қошемет құрайық. Рахмет, енді жайғасайық. Үйлеріңізде той көп болсын деп жанады. Денсаулық екеуінің сөзін ұштастырып, денсаулықтарыңыз мықты болып, үйлеріңізде той көп болсын деп тіледім ардақ қарай. Тойға ұласын, жақсылықта жүздесейік. Енді ардақ ағайын бүгінгі тойда жүргізген өзімді таныстыра кетсем, елім менің сіргелі, істеріңіз болсын ілгері. Бүгінгі тойды басқарамда езуіме жыр келді. Негізгі мамандығым мен дәрігермін, халықтың саулығын ойлап әбігермін. Ақ қалатты кигенде өнерден тасадамын, ақ қалатты шешкенде той басқарар асабамын. Үлкендерден батала, сенімді жігіт атана, бүгінгі тойды жүргізген Нұркен деген кардиолог асабаға бір шапалақпен қошемет көріп қойсаңыздар. Баян ауылдың тумасы қазір жаңа өзінің әндерін шырқап өтті. Жұлдыза жанып келе жатыр десем де артық айтпағанымыз. Адай ұлдарыңызға да бір қол соғып бір қошемет ұрып қояйық. Аллахтанға салып мені сүйіп өсірген. Өзінің авторлық әндері қазір жарыққа шығып халықтың арасына кеңінен табылып жатыр. Сол танымал әндердің бірі жаңа орындаған болатын. Ал енді осы жерде өз түспесе де өзгені түсіріп жүрген видеооператор бауырымыз есімі? Бердіғазыға да бір қол соғып, бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ал енді батасыз дастарханнан тұрмаған қазақ биіктерден көріне берсін, ата әжесінің қуанышы болсын, ата-ананың үмітін ақтасын. Аллах.